Бүгін сіздермен ағылшын тіліндегі бір пайдалы конструкциямен бөлісім келіп тұр. Өте оңай. Ол subject plus need plus verb ing деп аталады. Оны біз қай кезде қолданамыз? Бір іс-әрекеттің жасалу керектігін айтқымыз келгенде қолданамыз. Мысалдармен түсіндіріп көрейін. Мысалы, the car needs washing. Яғни машина жуылуы керек. Келесі, this shirt needs ironing. Яғни мына рубашка үтіктелуі керек. Яғни бір іс-әрекеттің жасалу керектігін айтқан кезде, біз оны кім жасайтынын айтпаймыз. Тек іс-әрекетті ғана айтамыз. Келесі, this room needs cleaning. Мысалға, мына бөлме тазалануы керек деген мағынада, Тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Сізге бүгін не жасау керек? Соны комментарийге бөлісіп кетсеңіз, осы бір конструкцияны пайдаланып.